Қайда екен мен іздеген сол бір адам, әлде жасайын ба қадам? Туф, алғашқы адам ғой. Қайда екен мен іздеген сол бір адам, әлде жасайын алғаш қадам? Вау, жас ақын. Да ты романтик. Романтик болғанмен шабыт киме отыр ғой. Қане оқып жүрс? Қайда екен мен іздеген сол бір адам, әлде жасайын ба алғаш қадам? Іздеймін мен сол сұлуды, қайда екен, изи, тамам, деп қосып жіберсейші. Ой, ақындар, екеуіңнің араларыңда батыл ұйымдастыру керек екен ғой. Бұрын үлкендеріміз қызға сөз саларда өлең айтқан ғой. Ал қазіргі жастар тура сол сияқты рэп оқып тұрса, Сосын қыздарда аха, деп келісім беріп тұрса. Жарайды дала ақындары. Ендеше көп уақыт созбай бағдарламамызды бастайық. Сәлем! Эфирде сіз көретін контент. Мен Стим Шынай, стиль жбайым, шайқамайым тек дірілде темдірдірмай чік бір бұлфо ұңғыр тестескір пір, біз бар шоу біз тір, біл, абайлап жатса тілім, яу, мендік скилби берекеті қыстардың үндемелі қызғалсы күндемен көзге алып сенің ішің ашиды, себеп менде ішін ашы шейд, әңгімелерінен жүрек айнейд, араластырғандай шайғамай, қайнамай, ұстасам қоям аямай. Базар жоқ, братишка, молодец, хорошо получается. Тебе уже пора в Blackstar, а? Только давай я сяду, сейчас начнется мои испытания. Қалайсыз, көңіл-күй қалай? Слава богу, все хорошо. Біз сізді күттік, ойынымызды бастауға дайынсыз ба? Давай, начнем. Мен сізге ең алдымен ойын шартын түсіндіріп өтейін. 60 секундтың ішінде 3 сұрақ қоямын. Сол 3 сұрақтың жауабын суретке салып көрсетуіңіз керек. Супер. Ең алдымен түсінікті болу үшін мен бастайын ойынды. Поехали. Любимое животное. Ага. Это кто? Это больной зайчик. Ладно, сейчас. Давай следующий. Кем ты был в прошлой жизни? Быстрее, заканчивается время, ё-моё. Мне еще это отгадывать. Что это? Ты человек-черепаха, человек-паук? Это кто это? Окей. И ты был воином, ты убивал всех. Любимая песня Натана. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Үлгермей қалдым. Өкінішке орай. Ну давай, да, дорисуй. Я понятия не имею, что это. Сіздің соңғы өлеңіңіз M-Band группасымен. Первое, что это было у тебя? Зайчик? Первый зайчик был, да? Я самый грязный заяц. Бакс Банни. А второе это что? Мен биші болдым. Все, я думал, ты убийца. Убил столько людей. Енді сіздің кезегіңіз. Давай. Дайынсыз ба? Да. Ал онда кеттік. Әрқашан жаныңызда жүретін 3 зат. Құлаққап, сағат және де портмоне. Дұрыс па? Ақша? Телефоны. Ая, сотка. Жақсы көретін фильміңіз. Уақыт. Үлгермей қалдыңыз, өкінішке орай. Не успел. Ну какой фильм? Так. Мен жауабын таба алмайтын сияқтымын, өзіңіз айтсаңыз. Человек-паук. Только не похоже. Хобби. Хобби? Да. Так.
Ты поешь? Поешь. Караоке? Музыка? Музыка. Читаешь рэп? Рэп, да. Что ты ел на завтрак? Яичница? Есть. Что означает твое имя? Так. 3, 2, 1, стоп. Твое имя означает... Это документ? Не, я не знаю, что это такое. Это документ, это паспорт. Иә, дұрыс. Мен Қазақстан Республикасының азаматымын. Азамат это гражданин? Да, гражданин. Ну, я не отгадал. Енді сіздің кезегіңіз. 1, 2, 3 кеттік. Әртістің бойында болу керек ең негізгі қасиет. Сөйлей алу, дауысы болу керек. Петь, да. Екінші сұрақ, жақсы көретін спорт түріңіз? Футбол? Келесі сұрақ. Алматыдағы сіз үшін ең ыстық жер? Сіздің отбасыңыз? Мой дом, да. На Аль-Фараби. Уақыт бітті. Отработали? Я переживал, что я сейчас проиграю. Қолына жаңа ғана пультті алып телевизорды қосқан көрермен эфирде контент бағдарламасы екенін естеріңізге сала кетейін. Иә, ұмытпаңыздар. Шәтелеспеңіздер. Шәтелеспеңіздер? Иә. Ол не? Мен ойлап тапқан жаңа сөзім ғой. Қателеспе мен шатаспа деген сөздерден шәтелеспе деп құрап алдым. Сен бар ғой, келесіде сөз құрарыңда бізге айтып қойшы, әйтпесе шәтелесіп түсінбей жүрерміз. Сен мен таң қалдырдың, бро. Жалпы саған App Store мен Play Marketтерге Рамазанның сөздігі деген анау программа шығару керек. Және маған қызық той келді. Қандай? Биыл жастар жылы болғандықтан, осы секілді жастар арасында жаргон сөздер мен диктант жазу болса, иә? Онда біздің Рамазан бес алайын деп тұр ау. Половер. Келмеймін, половер қай ағылшынша ма? Половер, білмеймін. Неа. Кім деп ойлайсыз? Білмеймін. Естімеген сөздер. Фолловер. Да. Естімеген сөздер мен. Для тебя что-то, моя любовь для тебя или что-то, вот не знаю, фолловер, нет? Фолловер? Фолловер. Білмеймін, ол естімеген екен. Фолловер ма? Фолловер. Интернет жүйесінде сеть. Инстаграмда фолловеры. Такой термин в Инстаграме, если я не ошибаюсь. То есть подписчик, если по-другому говорить. Монопод, моно, это значит отдельное что-то. Вот, я не знаю. Естіген жоқпын, впервые слышу. Не знаю, монопод. Что-то в единственном числе, не знаю. По-моему, таяқша ма өлі телефон. Ұстайтын да мұны. Фотоға түсіреді, телефон қойып. Ұстап қой, суретке түсіреді. Соны ойланатын ештеңе. Білмеймін, ондай, совсем білмеймін. Свай деген сөзді білем, бірақ свайпты білмеймін. А это лайки? Лайк деген ба? Свайп. Не знаю. Естімеген сөздер ғой мен конкурстар түсінбей тұрмын. Спам? Скайп? Естімеппін. Это как бы листание страницы дальше. Вот так как бы. Хватит покрывал. Сәл жақын тұрыңыз ма? Маған ғана жақтар.
мәлімет беретін адам шығар, енді біреуге жол көрсететін. Это человек, который, как бы, как вам сказать, критикует. Особенно это много у инстаграмщиков и рэп-исполнителей. Көбіне мына әншілерде бар ғой, хейтерлар неше түрлі сұрақ қойып, жауап жазып деген сияқты. Комментарий. Жаман. Жақсы комментарий жаман деген. Хейтер. Инструментті ойлаймын, хейтер. Мінез жақсы адамдар хейтер болатын шығар. Не, я сразу сдаюсь, ребят. Өсек кішілерді сеушін. Ну, көбіне это жастар сол қолданады, өмір, жизнь деп бір-біріне айтады. Біз ондай қолданбаймыз. Тоже не знаю, девушка. Что ты мағынам деймін онда, есіме еттім. Жиза. От слова «жизнь», да, получается. Жизнелюб, ну, житель. Келесің қоя берің. Жизнь это как бы жизнь. Это одно и то же, что и жизнь. Просто как бы нынешнее поколение не хотят много говорить, и они сокращают это. Ой-ой-ой. Откуда вы их берете? Такие слова. Сонымен достар, Что там, брат? Ұйқың қанбаған ба? Сол ғой. енді түнімен телефон шықласаң әрине. Осы ұйқы негізі дұрыстау керек еді. Анау Роналдо бар емес па? Футболист ше, Криштиану Роналдо. Сол тәулігіне 4 сағаттан 4 рет ұйықтайды екен. Және әр ұйықтар алдында жарты сағат бұрын телефон, планшет, телевизор бәрін өшіріп тастайды екен. Мәссаған, мен де Криштиану Роналдо сияқты болайын ба? Рамазан саған Роналдо сияқты көп ұйықтау үшін жылына 60 миллион евро табу керек қой. Аружан, сен бұндай ақпарларды қайдан білесің? Біз қыздар бәрін білеміз ғой. Киімді білдіріп алдым. Ай. Бірақ уайымдамаңыздар. Қазір сізге дақтан құтылудың ең оңай жолын айтамын. Бірінші, no panic. Байбаламға салынбаймыз. Екінші, үйге қайтуды тіпті ойламай қойыңыз. Достым, үйге жеткенше мынадағы күйіп қалады. Сосын оны кетіре алмай қиналасың ғой. Үшіншіден, дәл осы жерде сізге асханадағы апайлардың көмегі қажет болады. Олардан бір шөкім ас содасын сұраңыз. Соданы да қасиып, ластанған жерді әдемілеп ысқылаймыз. Мінекей, бар жоғы 3-4 минутта проблема шешілді. Вуаля! Достар, ал қазір біздің студияда кезекті қонақтарымыз. Бүгінде өз өнерлерімен инста әлеміне танымал болған Кагерис Twins тобы. Қарсы алыңыздар. Кагерис Twins негізін Тамирис пен Наргиз есімді егіз қыздар құрған бишілер тобы. Қос ару 2001 жылы қазан айының 25 жұлдызында туылған. Қыздар биден бөлек вайн, пранк пен челлендждер түсіреді. Жұлдызды жорамал бойынша сарышаян. Фобиялары клаустрофобия. Армандары Барселонаға бару. Қош келдіңіздер. Қыздар, қош келдіңіздер. Спасибо. Тамирис, Наргиз, Тамирис, Наргиз. Ана Тамирис. Қайсыңыз, а? Я Наргиз, ана Тамирис. Так, бірден сұрап алайыншы, араларыңызда кім үлкен? Я Тамирис, я старше нее на 5 минут. Егіз болғанның плюстері? Ну, наверное, самый большой плюс это то, что мы всегда вместе, и нам не нужны лучшие друзья. Мы друг другу вот лучшие друзья. Всегда друг другу помогаем, и нам вообще не скучно. То есть, если один человек, ему бывает скучно, нам всегда бывает есть чем заняться. Да, всегда выручим друг друга. И, то есть, если кто-то думает один, мы думаем двое, это 2 раза легче. Ал осы киімдеріңізді шатастыратын кездер бола ма?
На самом деле мы даже не разбираем, ну, точнее, как сказать, мы носим, просто берем и носим. У нас одежда общая, и если я беру ее одежду, это ничего страшного. Мы никогда не путаем, потому что это общая одежда, она одинаковая и разницы нету. Но только бывает то, что у меня на размер больше, потому что она больше. Мы даже иногда нижнее белье носим друг друга. Ата-аналарыңыз, туыстарыңыз, достарыңыз сіздерді шатастыра ма? Вот родители нас никогда не путают, и сестренка с братиком. То есть наш круг семьи нас не путает. А что касается родственников, многие нас не различают. Ну, это нормально. Мы привыкли. Друзья нас различают только близкие. То есть если мы только познакомились, нас не будут различать еще примерно неделю, может, месяц. Когда мы общаемся с человеком более месяца или почти каждый день, все, они потом думают, что мы вообще разные два человека. Да. Друзья нас отличают по некоторым признакам. Это, допустим, я выше. Выше на сантиметра 2? Да. У меня верхняя губа, кстати, больше. А Тамирис у нас грубая. Вот если ее... Ну, не прям грубая. Да, но если ее разозлить, то нужно бежать. Араларыңызда кім жақсы оқиды? Ну, на самом деле мы совершенно одинаково учимся. Вот даже нету предметов, в каком, например, она будет лучше или я, например, все одинаково. Да, одинаково, но Тамирис ленивая. Есть такое, да? Ей легче переписать у меня, чем подумать. Қыздар, келесі сұрақты қоймас бұрын, мен сіздерге бір сюжет көрсеткім келіп тұр. Экранға назар аударайық. Сәлем, достар, сіздермен бірге мен Аружан. Мен Света. Және де Тұрсынбай. Достар, бүгін біз әлемге әйгілі іс-қимылдардың иесі Текпен сұхбат жасаймыз. Дайын болса, кетті. Бүгінде Текті Инстаграм әлемінде танымайтын жан жоқ. Әсіресе оның шот-челленджі ғаламторда кеңінен таралып трендке айналды. Бұл би-қимылдарының мұндай танымал болып кететіндігін ол өзі де күтпеген екен. Алғашқы видео Рождество қарсаңында түсірілді. Біз бір-бірімізге түрлі сыйлықтар, бәліштер сыйлап, Instagram желісіне Christmas Challenge түсіруді ұйғардық. Видео өте қызықты шыққандықтан барлық достарымыз репост жасап, хэштегпен белгілеп, әлеуметтік желіде таратып жіберді. Инстаграм жұлдызы би-қимылдарын жалғыз құрастырмайды. Оған бауырлары көмектесіп, ел аралап жастарға дәріптейтін көрінеді. Бірақ осы жолы тек Елордаға жалғыз келді. Және алғаш рет. Менің бауырларым қазір Еуропада демалып жатыр. Ал мен болсам мұнда тоңып жүрмін. Астаналарыңыз суық екен, бірақ өкінбеймін. Мұндағы адамдар өте мейірімді, жаныма жылулық сыйлайды. Астаналықтар оған тек жылулық сыйлап қана қоймай, қазақша бірер сөз үйретіп жібергендігін байқадық. Есесіне ол да бізге қарымтасын қайтарып, бірнеше би-қимылдарын үйретті. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. Hey, keremet, keremet, keremet. Сюжеттегі жігітті таныған боларсыздар. Осы сіздерде де тектікіндей бір өздеріңіздің билеріңіз бар ма? Да, мы очень часто используем такие трендовые движения. Бар болса, көрсетсеңіздер. Я запуталась. Ал қыздар, рахмет. Өте керемет билейді екенсіңдер. Сендерге тағы бір сұрағым бар. Мектепте осы... Жігіттер, сендер қыздарды сұрақтың астына алдыңдар ғой? Біздің қонақпен ойынымыз бар екенін ұмытпаңдар. Қыздар, дайынсыңдар ма? Ендеше бастайық. Мен сендерге ойын шартын түсіндірейін. Қазір музыка қосылады, сендер билейсіңдер. Менің қолымда бейнеленген суреттерде адамның мүшелері бар, дене мүшелері. Сол дене мүшелерді мен сендерге көрсетем суретті. Сендер сол дене мүшесін ұстап, ары қарай биді жалғастырып кетесіңдер. Дайынсыңдар ма? Да, конечно. Ендеше бастайық. Музыка.
like stunning, I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula. I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong. I do what they say I can't. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Virgo, Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe, big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can, eating halal, driving a lamb. So that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. I'm in district in the chain. Certified, you know I'm gang, 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 gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome. What's his name? I need the dollars to beat it up like pinata. Tell the job to close the curtains. That bitch. Рахмет, қыздар. Өте қызықты болды. Спасибо. Сіздердің уақыт бөліп келгендеріңіз үшін көп рахмет. Вам спасибо, что пригласили нас. Мы очень рады. Все? Ура! О, алақам қышып кетті, ақша алам мынау. Мүмкін біреумен амандасатын шығарсың? Жоқ, точно ақша алам. Өйткені таңертең табаным қышып еді, осы жерге жүгіріп келдім. Енді бар жоқ көзім қышса, жақсылап қуанатын. Сонда саған бір нәрсе істеу үшін обязательно бір жерін қышу керек болып тұр ғой, Енді қазір бір нәрсе сөйлегісі келіп, тілі қышып отырған шығар. Енді жоқ, мен нағыз қазақ ретінде ырымға сенемін ғой. Сен ырымға емес, оданша ғылымға сенсейші. Мысалы, Жұлдызбаевқа сенуге болады. Ал сәлеметсіңдер ме, балақайлар, сендермен бірге әдеттегідей профессор Жұлдызбаев. Дұрыс емес, тағы да 1-2-3 профессор Жұлдызбаев. Бәрекелді. Сендер де қазір өздерің аттарыңды атаған кезде мен де қол шапалақтамаймын. Жай айтамын. Сенің есімің? Амина. Қаттырақ? Амина. Амина деген менің көмекшім бар екен бүгінгі зертханалық жұмысымызда, және де... Сәлем достар, мен атым Дінмұхамед. Дінмұхамед деген екі менің досым бар. Бүгін біз химиялық эксперимент істейді екенбіз. Ол үшін бізге мынадай сұйық сабын керек екен. Бар ма мұндай қолданамыз ба? Иә, сұйық сабынды. Ыдыс жуа білеміз бе? Әрине. Көмектесеміз атамамызға үйде? Иә, көмектесеміз. Ыдыс жууға, үйді жинастыруға. Сен қыз болғандықтан сен бұны көбірек істейсің деп ойлаймын. Сондықтан сен бұмен өте жақсы қолдана білесің. Сен мына стаканға мен стоп дегенше құюың керек. Қорқпай құя бер. Тағы да құй. Алдап қойын деген сен, тоқтаймын екен. Жоқ, бол, жақсы. Рахмет. Сен ше душ жуу білесің бе? Иә, жуғам. Онда мына эксперименттерді қазір біз жасағаннан кейін мына жерде кішкене кір болады. Екеуіңді ыдыс жууға қалдырып қоямын, жақсы ма? Келістік пе? Жарайды. Мынау екінші ыдысқа енді сен құюың керек. Мына жерде бізде сутек тотығы деген бар екен. Жидкость. Үйде біз қолданатын перекись водорода деп аталады. Неғып ашып жатсың мен? Болады деген жоқ ма? Аша бер. Перекись водорода, бірақ біз үйде қолданатын аптечкадағы емес, ол техникалық сутек тотығы, ол кішкене басқаша арнайы химиялық эксперименттер жасауға арналған. Мынаның ішіне құя берейік. Мен де саған стоп деп айтам, иә? Көбірек құя бер. Қорқпа, ештеңе болмайды әлі. Стоп. Жеткілікті. Енді сен өзіңнің сұйықтығыңа мына жердегі марганцовканы қосуың керек. Мына жердегі бар марганцовканы мынаның ішіне қосу керек. Әлі ештеңе болмайды, қорқпа. Сендер екеуің қорқып қалған сияқтысыңдар, иә? Неше түрлі эксперименттер істеп. Істеп көрдіңдер ма бұрын экспериментті? Қандай? Сен мынаны, ол Дінмұхамед эксперименті туралы айта берсін, сен ақырындап мынаны араластыра бер, иә? Қатты араластырма бірақ. Қандай эксперимент жасап көрдің өзің? Мен өзім көптеген эксперимент жасағам. Солардың бірі ол шипучкамен газировканы бір-біріне қосып, сосын сонда ол фонтан сияқты атқылаған. Енді қазір келесі істі істемес бұрын экспериментті
біз халат кидік па? Иә. Әдемі болып тұрмыз ба? Иә. Қолғаптарды кидік, иә, арнайы медициналық. Не жетпейді? Очки. Көзілдірік, иә, арнайы қорғаныс көзілдіріктерін киіп алайық. Камераға бір ақылды түрлерімізбен бүйтіп қарап қояйық, бәрін түсініп тұрған сияқты, иә. Біліп тұрмыз. Енді екеуін біз араластыруымыз керек. Екеуің сөйлеп ашсаңдар, кім араластыратынын көрейік қазір. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Өзім істеймін онда. Сендер маған көмектесесіңдер 3-ке дейін санауға, иә? Давай жапон тілінде санайық, иә? Білесіңдер ма? Жапон тілінде 3-ке дейін. Ич. Қайталаймыз бірге. Ич. Қаттырақ. Ич. Ни. Сан. Сан. Бірге қазір. Дайынсыздар ма? Қайсысын қай жерге қосайын? Ал былай. Дайынбыз ба? Ич. Ни. Сан. Басынан бастап, қайтадан. Қаттырақ бірақ. Ич. Ни. Сан. Ұнады ма? Иә. Қандай сұрақтар бар ал? Не үшін болып көресіңдер? Мен ол неге? Мынаны қараңдар, қолының бәрі қандай болып кеткен. Ол неге сонда ыстық? Ол өзі Мен сендерге былай айтайын, иә, дұрыс айтасың. Барлығымыз біздің көрермендер де байқайтын шығар, өте көп мөлшерде бу көрінді, иә? Ыстық екенін соны бірден байқадық. Өйткені сутек тотығы мен калий перманганатты, марганцовканы екеуін бір-бірімен араластырған кезде жылу реакциясы пайда болады екен. Жылудың көлемі соншалықты ол ыстыққа айналады да пар шығады екен. Бірақ біз жай ғана сутек пен марганцовканы араластырған жоқпыз. Не қостық? Сабын. Сабынды қостық. Сондықтан ол көпіріп көбік ретінде шықты, иә? Әкел. Және де біздің құрметті көрермендермен келесі кездескенше деп сау болыңдар деп айтайық. Сау болыңыздар. Иә. Сендер ешқайда кетіп қалмаңдар, ыдыс жуамыз қазір. Мінекей көрермен, өкінішке орай біз сіздермен тағы да бір аптаға қоштасамыз. Иә, режиссер уақыт бітті деп құлағымызға айқайлап жатыр. Ендеше келесі жексенбіге дейін кездескенше және бір нәрсені ұмытпаңыз. Бұл нағыз сіз көретін контент. Сау!